Украинадағы жағдай бізге қалай әсер етуде? Халық арасында неге түсініспеушілік туындап жатыр? Бүгінгі шығарылымда осы мәселелерді талқылап көреміз. Баршаға сәлем, сіздермен мен Шолпан Сағадат. Кеттік. Бүгінде елдің назары Украина мен Ресей арасында орын алған жағдайға байланып отыр. Екі елдің халқымен қатар бүкіл әлем соғыстың басталуы мүмкін емес. 21 ғасырда бәрі де бейбіт жолмен шешіледі деп сенген еді. Дегенмен бүгінгі картина осы. Күні кеше Зеленский Тоқаевқа хабарласып, мемлекет басшылары екі елдің гуманитарлық саладағы ынтымақтастығы туралы келіскен еді. Бұл жағдайда әлеммен қатар Қазақстан халқы да зардап шеккен қарапайым халыққа барынша көмектесіп, қолдау білдіріп жатқанын атап өткім келеді. Желіде тарап жатқан видео материалдарды көріп шын қуанасың. Мұндай жағдайлар халықтың қаншалықты саналы, қаншалықты жанашыр екенін көрсетеді. Дәл қазір Украина мен Ресей арасында соғыспен қатар барша елдерде, оның ішінде бізде үлкен ақпараттық соғыс болып жатыр. Қоғам арасында іріткі салып жүргендер пайда болды. Ол халықтың аз ғана бөлігі болғанымен, бар болғанның өзі көңілге қаяу түсіреді. Әлеуметтік желіде провокацияға толы посттарды көріп жатқан боларсыз. Мысалы, ресейлік актер Павел Прилучный күні кеше Қазақстанда орыстарға қысым көрсетіледі деп үлкен талқыға түскен жазба қалдырды. Ол балалық шағы Шымкентте қорқынышпен өткенін жазып, ұлттар арасында бейбітшіліктің жоқтығын айтты. Ал оқырмандар бұны жоққа шығарып, тіпті оны танитын сол ауданның тұрғындары оның сөздері шындыққа жанаспайтынын ескерді. Қазақстанда ешқашан орыстарға қысым көрсетілмеген, оның үстіне пышақтап өлтірді дегені тым артық сөз. Жалған ақпарат таратуына бірінші арнада көрсетілетін фильмдері себеп пе, кім білсін. Әйтпесе қанша жылдан бері сұхбаттарында Қазақстанның тумасымын деп ешбір реніш, өкінішсіз айтып жүрген актер неге дәл қазір үнсіздігін үзді? Бұдан бөлек Қазақстанның солтүстік өңірлерінде тұрып жатқан кейбір азаматтар Путиннің саясатын қолдайтынын ашық айтып, парақшаларында Ресейге қосылуға дайынбыз деген жазбалар қалдыруда. Сол баяғы кеңес үкіметін сағынып жүргендер мен ресейлік пропаганданың құрбандары. Бұларға да Дума мүшелерімен бірге тарихты еске түсіріп, біраз сауаттарын арттыру керек. Елімізде Z белгісімен ұсталған бірнеше көлік жайын әлеуметтік желіде байқаған боларсыз. Бұл белгі Ресей әскеріне қолдау білдіру дегенді білдіреді. Бізде ұсталған көліктердің барына қарағанда елде соғыс әрекеттерін қолдайтындар бар. Бұл әрекетті қылмыспен теңеп, шектен шығудың қажеті жоқ сияқты, кері әсер тигізуі мүмкін. Бұндай орыс тілділердің сандырағымен қатар біздің де ұлтшылдар оянды. Ол бір миға қонымсыз жайт, орыс тілін Конституциядан алып тастау бойынша петицияға қол жинау. Біз үшін ана тілімізді дамыту қайда маңыздырақ? Алдымен осы мәселені шешкен дұрыс сияқты. Оның үстіне біз көп ұлтты мемлекет екенімізді ұмытпайық. Жалпы әртүрлі каналдарда болсын, әлеуметтік желіде болсын жазылып жатқан жаңалықтарға ере бермеңіздер. Ақпаратты дұрыс сұрыптауды әлі де үйренбеген қоғамды адастырудың басты қаруы осы. Әсіресе дәл қазір Украина мен ресейлік арналарда беріліп жатқан ақпаратты сұрыптай білу маңызды. Атап өтетіні, халықты дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету үшін Украина президенті тұрақты түрде халыққа үндеу жасап, барлық желілер арқылы дәл осы уақыттағы жағдайдан хабардар етіп отыр. Оған қоса YouTube блогер Антон Птушкин, әншілер Светлана Лобода, Иван Дорн, Монатик, Алексей Потапенко, Настя Дорофеева, тағы Ресей, Беларусь азаматтарын бейбітшілікке шақыруда. Бұл нәтижесін беріп жатыр ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Дегенмен халыққа емес, соғысқа қарсы шығып отырғандардың үні қажетті жүрекке жетеді деген сенім бар. Ел ішінде іріткі салып жатқан, жоғарыда атап өткен қасақана әрекеттердің арты үлкен дауға, ұлтаралық қақтығысқа апару мүмкін. Сол себепті арандатушыларға ермеңіздер, мән бермеңіздер. Бастысы, ұлттың жаманы жоқ, адамның жаманы бар дегенді естен шығармау керек. Бәрі де тәрбиеден, санадан екенін ұмытпаңыздар. Әрқайсымыздың саналы, елге жаңашыр, қазақ елінде тұрып жатқан, өз елінің нағыз патриоты бола білетін, орыста, украинда, шешенде, өзбекте, неміс, қырғыз, одан бөлек 130-ға жуық ұлттың өкілі бар екенін ұмытпайық. Бір шаңырақ астында талай жыл бейбіт өмір сүріп келеміз. Осы бейбітшілігімізден айырылып қалмайық. Бүгінге айтар ой осы: арнаға жазылып, қоңырауға басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақ тілді контентті бірге дамытайық, достар. Келесі көріскенше.